Сәлем достар, сіздермен бүгін түйенің сауы және оның пайдасы туралы айтатын боламын. Түйенің сүтін саусаң сусын, ішсең шұбат, яғни көрпеге де пайдалы, жүннің өзі көрпеге де пайдалы. Өзі синтетикаға қарағанда қазіргі уақытта түйенің жүнінен көрпе жасау яғни тиімдірек болып жатыр. Сондықтан мал өсірсең түйе өсір дейді қазақ халқында. Өнімі оның көлік өсір демекші. Ол жанға дауа, яғни дертті айықтыратын қасиетке ие. Жалпы түйенің 3-4 жасарлық өнімінің өзінде 500-700 килограммға дейін ет алуға болады екен. Сондықтан оны сүтінің өзі бір сауғанда бір жоқ дегенде 1,5-1 литр сауынды болады. Өніміне байланысты, яғни тұқымына байланысты. Түйенің сүтінің 6% жоғары майлылығы, 4,5% ақуыздан тұрады, соның 5% сүт қалты деп аталады, және 15% құрғақ заттар бар. Ақуызға бай, глобулин құрамында жоғары, калций 10% болғандықтан түйенің сүті адамдардың ағзасына тигізер пайдасы көп, сіңімді болып келеді басқа малдардыкімен салыстырғанда. Түйенің сүтінен 10 градусқа дейін жылы температурада 3 күнге дейін ашымайды, сақтауға келеді. Ал сиыр сүті 1 сағаттан кейін уже қышқылдылық бөліне бастап аши бастайды. Сондықтан түйенің сүті сондай бір амин қышқылына бай, оның дәрумендері өте көп. Бабаларымыз ертеден өкпе аурудың алдын алу үшін қымыз бен шұбатты ішкен, және де емдеу жолына кеңінен қолданған. Түйенің сүтінде амин қышқылы көп. Басқа төрттілікке қарағанда бұл амин қышқылыны және де сүттің құрамында В1, В2, С дәрумендері басымырақ болады. Түйенің сүтінің ұзаққа шыдауында бактерицидтік қасиетінде болғандықтан ұзақ сақталады. Европа елінде 1 литр шұбаттың құны 15.000 теңге тұрады. Бізде сұрақ туындайды, неге сонша қымбат, яғни деген сұраққа түйенің сүтіндегі адам ағзасына, ішек қарнына, асқазан, өкпе, тыныс алу жолдарына, жүйке жүйесіне адамның сүтінің шұбатының тигізер пайдасы өте мол болғандықтан сондай жоғары бағаға ие екен. Балалар мен қариялардың иммунитетін жақсартады. Шұбатты ғылыми дәлелденген, шұбаттың адам ағзасына өте пайдасы зор екені. 60-шы жылдардың ортасында туберкулезді алдын алу үшін шұбатты медициналық сараптамадан өткен, арнайы рұқсат берген шұбат ішу үшін. Маңғыстау облысында бір ғана шипажайдың өзінде туберкулезбен ауыратын 2300 адамға шұбат беріп емдеп көрген екен. Нәтижесінде науқастардың барлығы сауыққан. Сондықтан ауырмаудың жолын іздейік. Үйде шұбат бар, кек болса, егерде артығымен осындай құрт қайнатып алуымызға болады. Қалың табаны алып 10 литр шұбат құйдым, және де оны ұзақ 6 сағаттай 4-5-6 сағат қоймалжындығы осындай деңгейге жеткенше қайната береміз. Баяу отта астын қатты шығармаймыз. Сондай осы қоп қою болғанша жасайсыздар. Мен қатты қою болған қалаған жоқпын. Осындай кішкене қоймалжын болған кезінде алып алдым. Маған осылай ұнайды. Арнайы шелектерге құйып, тоңазытқышқа сақтап қойдым. Шаймен ішкенде керемет дәмі бөлек. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Сәл қайнатсаңыз, яғни түр сипаты өзгеріп, басқа қоймалжын құрт ретінде пайда болады. Сіздерде шұбат болса артық сиырдың сүтін қосып та жасауларыңызға болады. Ас болсын, пайдаларыңызға жарасын.